Kay Şabandozdың mereyisten bolup жерден серкеніліп алар екен. Қараңыздаршы, міне керемет ойын өрнегін көрсек деген ниетте болған 10 нөмірдегі ойыншы Мейрамбек келген болатын. Бірақ дегенмен де серке жерде қалды. Атыраулық 2 нөмірдегі Әліпбаев ынтымақ. Шудың ынтымағы деп айтатын мұны бұл Шабандозда. Ынтымақ Шабандоздың тақымында серке. Автогол бола ма, өзі әмегі сай жіберсе? Иә. Өзі әншілер өткен сай жіберсе? Ынтымақ Шабандоздың тақымында серке. Күрең атпенен міне ат-аттың ішін аралатып мәреге қарай шапқан ынтымақты көрдіңіздер. Бұл қалай болар екен? Салым есе емес. Ортада жаппай дода түрде шабылатын болады. Ортада жаппай дода. Кай Шабандоздың айласасып, Кай Шабандоздың мұны еп артып, жерден серкені көтерер екен. Міне Мейрамбек Шабандоз. 10 нөмірде Мейрамбек Шабандоз көтерді серкені. Бірақ серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Қостанай облысы құрама командасы 1 нөмірдегі Асаны Бағдаулет Шабандоз, астындағы Арғымақ доллар атты сайгүлік. Осы міне көкпардың құрметті азаматының бірі атанған Қожаназаров Айдар Мырзаның өз командасына тарту етіп сыйға тартқан Арғымақтың бірі доллар атты сайгүлік. 4 нөмірдегі ойыншы Жұмашев Тахир Шабандоз көтерген болатын, бірақ серке жерде қалып кетті. Қараңыздаршы мұны. Берейін деген құлына байлап қояр жолына, бермеймін деген құлына таптыртпайды пұлына деген емес пе, құрметті барша көрермендер. Бұл мені бұйырмаса, ол сөзде ят жоқ, бұйырмаса бұттан кетеді деп айтып жатамыз. Тақымыңдағы серкенің түсіп қалмасына кім кепіл деп, сондықтан да мені еркінсімей осы ортада жауапкершілікті қатты талап ететін ойындардың бірі бұл командалық ойын, құрметті көрермендер. Алдарыңызда тағы да міне Жұмашев Тахир Шабандоз бен Асанов Бағдаулет Шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Қараңыздаршы, қос Арғымақтың серкенің үстінде қалай жатып, үстіндегі Шабандозға ыңғай білдіріп, сен ала алсаң мен тұрам дегенде қылып, міне атпен Шабандоз үндесіп, Қожаназаров міне Айдар Мырзаның өз командасына тарту еткен доллар атты сайгүлігіменен Асанов Бағдаулет Шабандоз көтеріп алып, міне солақай басып, мәреге қарай беттеп бара жатқан Бағдаулетті көрдіңіздер. Бұл әрине салым. Есеп 1-0 Қостанай облысы құрама командасының мерейістен болды. Біз жаңа құрметті ағайындар, тектіден текті туар, тектілік тұқым қуар десек, мені көзден кетсе де көңілден кетпей тұғын. Марқұмыны осы көкбарымыздың дамуына өз үлесін қосқан, өз уақытысында көзі тірі болғанда мені көкбарға талай сүбелі үлес қосқан марқұмыны Ораз Қожа көкеміздің баласы Бағдаулет Шабандоз бұл, міне құрметті көрермендер.
бірі таныса, бірі танымаған болу керек, бірақ дегенмен де Оразқожа көкемізді көзі көрген осында міне қарияларымыз да отыр. Одақтың бірнеше дүркін чемпиондары 3-ші нөмірдегі ойыншыға Kaça minut? Атыраулық 3-ші нөмірдегі ойыншыға 2 минуттық қара нарға тұрғызылатын болады. Zaman soktu bırak ha. Sonradan da alt üstü koydum da liyiz bu saççı. At sokkunda. Motor jöresi bana at saççı. Zaman var. Serke oynalan sırtına шығып кетті. 1,5 minut. Sonda 3,5 minuttan alır mı? 1,5 minut, 3,5 minut. Vakit olsun sen biliyor. Vakit bozulur mu lan? Yok ana uyuduğunda koy. Ортада жекпе-жек Тахир Шабандоз бен Асанов Багдәулет Шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Қос Шабандоз да, қос арғымақта қараңыздаршы, біріне бірі сай арғымақ, біріне бірі сай Шабандоздар. Арғымақ баптап не керек, жабы қуып жетсегер, ағайын туыс не керек, аңдысып күні өтсегер деп міне атамыз қазақ бос қайтпаған болу керек. Осындай арғымақтарды командаға сыйға тартып, осындай арғымақтарды өз қазығында баптап, бабын келтіріп шабандоздарға міне мінгізіп отқан барша атбегілерге де алғысымыз шексіз ау құрметті көрермендер. Қостанайлық Оралхан Шабандоз. Оралхан Шабандоз мені жұлып алып, мәреге қарай жаңғыздара барған сәт. Бұл салым. Ойынның 3-ші минутында есепті еселей түскен 7-ші нөмірдегі ойыншы Сұлтанов Оралхан Шабандоз. Лақап аты Өркентай. Есеп 2-0. Қаранардағы ойыншы ойынға қосылуға рұқсат. Alo. Жақсы өзіңіз ғой жаңа. Мен көкпар жүргізіп отырмын, тыныштық па? Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Нағылдым ama. Özlerim. Tiştik pa ne okul? Açıyor tiştik. Boktan bıktırım abi. Ортада жекпе-жек 4-ші нөмірдегі Жұмашев Тахир Шабандоз, 1-ші нөмірде Асанов Багдәулет Шабандоз. Қараңыздаршы мені, құрметті көрермендер. Екі арғымақта біріне бірі сай болып, үстіндегі шабандоздарға ыңғай білдірген арғымақтың қалай ғана айналып қана кетпейсің. Бір жылқыда 7 жасар баланың миы бар десек, ол мені қазақтың бекер айтпағандығы құрметті көрермендер. Осы орайда
üstündегі шабандоз қалай алу керектігін міне қалай қылған кезде міне ыңғайлы болатындығын арғымақтың өзі біліп тұрған кейінгі жерде бұдан артық бақыт бар ма шіркін мінекей? Салым есеп емес. Ортада жаппай дода түрде шабылатын болады. Екінші нөмірдегі Әліпбаев ынтымақ шабандоздың тақымында Серке. Салым ойынның 12-ші минутында есепті ашып отқан екінші нөмірдегі ойыншы Әліпбаев ынтымақ шабандоз. Есеп 2-1. Бірінші салым ғой олар. Әдеп көтсін ғой. Аңырапты кеншін аға. Мынау несін тұр ма? Орысшада тұр ма? Әдейсе қазақшада тұр ма? Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын жекпе-жектерде жалғасын табатын болады. Ортада жекпе-жек Жұмашев Тахир шабандоз бен Асанов Бағдаулет шабандоздың арасындағы жекпе-жек болған болатын. Асанов Бағдаулет шабандоз жерден Серкені іліп алған болатын. Мейрамбек шабандоз тақымына басты Серкені. Күрең атпенен ататтымын аралатып мәреге қарай шабуылға шыққан Мейрамбекті көрдіңіздер. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын жекпе-жектерде жалғасын табатын болады. Drondan kaçatın bir yegin malları görüyorsun bana. Başka değil. Sana olsun. Instagram'da. Kim? Ortada жекпе-жек. Тағы да сол мына Жұмашев Тахир шабандоз бен Асанов Бағдаулет шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Серкенің сирағын қараңыздаршы. Тігінен тік тұрып, қай шабандоздың да алуынан қайғы білдіріп жатқан Серкенің өзін қараңыздаршы міне.
Сол мүмкіндікті мүлт жібермей Тахир Шабандоз солақайланып алып, Серкені тақымға басып, шабуыл қарай шыққанды көрдіңіздер. Жетінші нөмірдегі ойыншы Оралхан Шабандоз тартуға тырысып баққан болатын, бірақ дегенмен де 11-ші нөмірдегі Айтбай Жасұлан Шабандоз. Қызылордан клубы Жасұлан Айтбай бе? Шиелі кеміз бе? Сап-сары болып апылда мықты отырады. Бұл әрине салым болды. Ойынның 16-ші минутында есепті теңестіріп отқан Айтбаев Жасұлан Шабандоз. Есеп 2-2. Қос команданың да терезесі тең команда екендігін міне көріп отқан жайымыз бар. Тоғызыншы нөмерде Болат Саттархан Шабандоз. Мәреге қарай міне жаңғыздара барған Болаттың. Атыраулық 10-ші нөмірдегі ойыншы Пупенко Александр 2 минутты қаранарға тұратын болады. Vaxt ala verim ba? Toxtat qoyam ba? Salındı. Udaliniga biradan jiyerdi mi salım? Bıraktığında döküldüğüm gibi olur. Yok, daha nerede turmuş oturup vaxt toxtatayım. Pupenko Aleksandr mendim. Qanchaga ketdi Pupenko Aleksandr? 7 minut. Ömrü o'sib Hani yüzünden bana tek kaldı mı? Siz istemiyor mu? Тоқтап тұр. İstemiyor o koku bu. Жаңағы салым есеп па? 10-ші нөмірдегі ойыншы Абу Мейрамбек Шабандоз есепті еселеп 3-2-ге жеткізіп отқан жайы бар. Есеп 3-2. Қостанай облысы құрама командасы мерей үстем болуда. Lan vaxtlarımızdan mı? Senin vaxtın kaça bu? Oldu mu? Çünkü toplatamız var. 20 oldu mu? 20 oldu mu?
Salım esebimiz. Vaqt töреші.